ұлттық қауіпсіздік комитеті 25 наурызда Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы президентіне және бірқатар жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлерге қастандық жасауды жоспарлаған шетел барлау агенттігі А деген Қазақстан Республикасы азаматын ұстады. ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің 3 сәуірдегі мәлімдемесінде оның бір мезгілде арнаулы және құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қатысты террористік актілер жасауды жоспарлаған айтылды. Арада 5 ай өткен соң ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі ресми сауалына жауап беріп, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа қастандық жасауға оқталған күдіктінің кім екенін ашып айтып, оған қатысты қылмыстық істің нақты қай баптар бойынша қозғалып жатқанын мәлім етті. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Аян Атығаевқа қатысты қылмыстық кодекстің 24 бабы 1 бөлігі бойынша терроризм актісі бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр деп мәлімдеді. Бұған дейін хабарлағандай, тінту барысында шетелде шығарылған дыбыс өшіргіші бар снайперлік винтовка, есірткі заттары және ірі ақша сомасы тәркіленді. Қару Қазақстанға кәсіби жасырылған түрдегі бөлшектермен әкелінген. Бұдан өзге Қазақстан Республикасында әлеуметтік желілерде тиісті материалдарды жариялау арқылы Ресейге қарсы үндеуді насихаттау және қоғамда русофоб көзқарастарды тудыру тапсырмаларын орындаған. Алдын ала тергеу барысында Қазақстан Республикасы азаматы жоғарыда көрсетілген істерді шетел мемлекетінің тапсырмасы және мүддесінде жасағанын мойындаған.